Балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сөз және оның мағынасы. Амоним дегеніміз не? Оқу мақсаты синоним, антоним, амоним сөздерді ажырату және мағынасын түсіну, сөйлеу барысында қолдану. Ал ендеше балалар, бүгін амоним сөздерді бастаймыз. Олай болса дәптерімізге бүгінгі күнді тақырыпты жазып алайық. Мен қазір сендерге балалар жұмбақ жасырамын, ал сендер соның шешуін тауып көріңдер. Толып жатқан тісі бар, ағаш пенен ісі бар. Бұл не екен балалар? Ара! Дұрыс айтасыңдар балалар, ара екен бұл жұмбақтың шешуі. Бере тұғын балы бар, шағып алса зәр бар. Бұл не деп ойлайсыңдар балалар? Ара! Дұрыс айтасыңдар. Балалар, біздің екі жұмбағымыздың шешуі қандай сөз болды? Ара! Жазылуы, дыбысталуы бірдей болып тұр бұл сөздің. Солай ма балалар? Ал енді суреттерге назар аударайық. Ал суреттердің мағыналары балалар әртүрлі болып тұр екен. Біздің бірінші жұмбағымыздың шешуі ара болды. Ол балалар қандай ара екен? Ағаш кесетін құрал екен. Ал енді екінші жұмбағымыздың шешуі де ара болды. Бұл балалар қандай ара екен? Жәндікті білдіретін ара. Сонда балалар, бұл суреттерді, сөзді пайдаланып қандай ереже шығарсақ болады? Олай болса, осы сөзді ереженің суретті пайдаланып, ереже шығарып көрейік. Дыбысталуы бірдей, білдіретін мағыналары әр басқа сөздерді балалар амоним сөздер деп атайтын біз. Амоним сөздерді зерттейтін саланы лексика деп атаймыз балалар. Мысалы, алма сөзін алып көрейік. Тақтадағы суретке және сөйлемдерге назар аударайық. Бірінші сөйлеміміз. Алма, бұл қызыл алма. Бұл жерде алма сөзі балалар жемістің атауы болып, зат есім болып тұр екен. Не деген сұраққа жауап береді? Келесі сөйлемге назар аударайық. Оны рұқсатсыз алма. Бұл жерде алма сөзі қимылды білдіріп, етістік қызметін атқарып тұр екен балалар. Және келесі сөйлемде алма адамның есімі. Алма деген есімді балалар қыз балаға қояды екен. Бұл үш сөйлемдегі алма сөзінің жазылуы да, дыбысталуы да бірдей болғанымен, әрбір сөйлемде әртүрлі мағынаны білдіріп тұр. Бүгінгі сабақ балалар қазақ тілінде кейбір сөздер жалғыз тұрып бірнеше мағынаны білдіруі мүмкін екен. 19-шы жаттығуға назар аударайық. Берілген сөздердің мағынасын түсіндіріп, әрбір сөзге екі түрлі мағына беретін етіп, сөйлем құра деген екен балалар. Олай болса, мен түс сөзіне сендерге мысал келтіргімге отыр. Мен бүгін түс көрдім. Бұл жерде түс сөзі не деген сұраққа жауап беріп, зат есім қызметін атқарып тұр екен балалар. Біз түсті қай кезде көреміз? Нұрай айта қош кәне? Біз түсті ұйықтар кезінде көреміз. Тамаша жауап. Келесі суретке назар аударайық. Асан биіктен түс. Бұл жерде балалар түс сөзі қимылды білдіріп, етістік қызметін атқарып тұр екен. Енді балалар, бұл жаттығу сендерге кеңінен түсінікті болу үшін мен алақан әдісі арқылы жұбын тауып, сол суреттерге сөйлем құраймыз. Олай болса, тақтада балалар алақан әдісін көріп тұрмыз ба? Жұбын табу арқылы әрбір сөйлемге жаңағымен түс сөзіне сөйлем құрағандай етіп, сөйлем құраймыз орнымызда отырып. Келесі жаттығуға назар аударамыз. Ал енді балалар 20-шы жаттығуға назар аударайық. Көшіріп жазып, қара мен берілген сөздердің мағынасын түсіндір. Досың болса ер, соңынан қалма ер. Досың болса ер, қатарындағы ер деген мағына балалар, батыр, ержүрек деген мағынада айтылып тұр екен. Соңынан қалма ер деген қатардағы ер сөзі қимыл атауы. Жүр деген мағынада айтылып тұр. Соңынан қалма жүр деп те айтсақ балалар болады екен.
Олай болса, бүгінгі сабақты қаншалықты меңгергендіктеріңді білу үшін балалар, мен сіздерден тест тапсырмасын алғым келіп тұр. Бірінші сұраққа назар аударайық. Сен биіктен түс. Түс сөзі қай сөз табына жатады? А. Етістік, Ә. Зат есім, Б. Сын есім. Дұрыс айтасыңдар балалар. Бұл жерде түс сөзі етістік қызметін атқарып тұр екен. Ал енді балалар, екінші сұраққа назар аударамыз. Ара бал жинайды. Мұндағы ара сөзі қандай мағынада айтылып тұр? А. Жеміс, Ә. Құрал, Б. Жәндік. Дұрыс айтасыңдар балалар. А. Б. Жәндік. Дұрыс айтасыздар. Үшінші сұраққа назар аударайық. Жазу, жаз, кілемді жаз, жаз келді сөйлемдеріндегі жаз сөзі қандай сөз бола алады? А. Антоним, Ә. Синоним, Б. Амоним. Дұрыс айтасыздар балалар. Жаз сөзінің жазылуы бірдей болғанмен, әр сөйлемде әр түрлі мағына беріп тұр. Сондықтан бұл сөздер амоним бола алады екен балалар. Дұрыс айтасыздар. Балалар, бүгінгі сабақта біз амоним сөздерді ажыратуды, мағынасын түсінуді, сөйлеу барысында қолдануды үйреніп, сабақ мақсатына жеттік деп ойлаймын. Солай ма балалар? Ал енді бүгінгі сабақта не білдік? Не үйрендік? Сонымен балалар, амоним сөздер дегеніміз қандай сөздер екен? Дыбысталуы бірдей, мағыналы